Тағы да желтоқсан, тағы да қаһармандарымызды бір еске алып қоятын сәт. 1986 жылдың желтоқсанында алаңға шығып кеңес билігіне наразылық көрсеткен жастарды да қаһарлы империядан сескендірмеген күш те осы азаттыққа деген аңсау екені сөзсіз. Желтоқсан көтерілісіне ККП-ның қаулысыменен қазақ ұлтшылдығының көрінісі деген баға беріп, көтеріліске қатысқан азаматтары қуғын сүргінге ұшырады. КСР-ның тоталитарлық отаршыл саясатына қарсы қазақ жастарының азаттық күресі тарихи маңызы бар үлкен оқиға болғаны сөзсіз. 1986 жылы 16 желтоқсанда небәрі 18 минутта Қазақстан орталық комитетінің 5-ші пленумында Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевты қызметінен босатып, орнына еш қазақ халқына қатысы жоқ Қолбиннің келуі болды. Ертеңінде 17 желтоқсан күні орталық алаңға лек-легімен ағылған жастар тобы бейбіт шеру арқылы орталық кадр саясатын дұрыс жүргізбей отырғандығына наразылық білдірді. Сөйтіп жастар «Менің Қазақстаным» әнін айтып алаңға шықты. Бірақ 1986 жылы 17-18 желтоқсанда Брежнев алаңындағы қазақ жастарының бейбіт шеруі қанды оқиғаға айланды. Желтоқсан оқиғасы Алматыдан басталып Қазақстанның барлық облыс аймақтарына тарады. Соның ішінде біздің өлкенінде шет айланбады. Өскемен қаласындағы қазақ студент жастары Ушанов алаңындағы орталыққа бейбіт шеруге шықты. Солардың ішінде Байнғазин Азамат Мақұлбекұлы алматылық шерушілерді қолдап алаңға шығып тұтқындалған. Сабира Мұхамеджанова желтоқсан оқиғасының құрбаны, педагогикалық училищесінің студенті болған, қаза тапты. Кәрімғазина Гүлжан Ғазизқызы желтоқсан оқиғасының қатысушысы, шеруге қатысқаны үшін сотталып істі болған. Орамалов Амангелді Советханұлы желтоқсан оқиғасының қатысушы, шеруге қатысқаны үшін істі болып оқудан шығарылған. Шығыс қазақстандық жастардың тағы бір легі Алматыда болған. Олар желтоқсан оқиғасын өз көздерімен көріп, сол жердің куәгері болғандар. Қамалиев Бекжан Яхметұлы 16, 17, 18 желтоқсан күндері Алматыдағы орталық алаңда болған. Оқиғаның куәгері жәбірленушілердің бірі болған. Роза Манапқызы Мұқанова желтоқсан оқиғасының қатысушысы және куәгері. Қошанов Бейбіт Қатаяұлы желтоқсан оқиғасының куәгері және қатысушысы. Желтоқсан оқиғасының құрбандары бұл Қайрат Рысқұлбеков, Сабира Мұхамеджанова, Ләззат Асанова, Ербол Сыпатаев сынды тәуелсіздік үшін күрескен, жанын қиған өз елінің нағыз патриоттары. Осы патриот нағыз қазақ азаматтары әр уақытта біздің жадымызда сақталмақ.